Сәлем достар, бүгін біз термомикс көмегімен үйде дәмді әрі шытырлақ чебурек дайындаймыз. Бұл рецепт оңай әрі жылдам. Алдымен қамыр дайындаймыз, ол үшін чашаға ұн саламыз. Сосын жұмыртқа, тұз, май құямыз. Сөйтіп 5 секунд 5-ші жылдамдықта араластырамыз. Қамырымыз заварной болып шығу үшін ыстық су құямыз. 30 секунд 7-ші жылдамдықта араластырамыз. Бір минут тесто режимінде илейміз. Қамырды видеода көрсетілгендей төмен қарай түсіріп алып, басын біріктіріп, пакетке салып, жарты сағат демалдыруға жібереміз. Осы уақытта начинка дайындасаңыз болады. Менде картоп пюресі. Қамырды жұқа етіп жайып, дөңгелек қылып кесеміз. Әр бөліктің ортасына фарш не болмаса пюре салып, екі жағын жабамыз. Чебуректер дайын болды. Енді чебуректерді қызып тұрған ыстық майға қуырамыз. Әр жағын 3-4 минут алтын түсті болғанша. Дәмді шытырлақ чебуректер дайын. Қаймақ не көкпен бірге ұсынамыз. Ас болсын. Арнама жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.